Бәріңе сәлем. Бүгінгі таңғы асқа өте нәзік, жұп-жұмсақ болып келетін оладьи дайындаймыз. Ал енді дайындамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ал бастайық. Ең алдымен бір жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстіне шым-шым тұз қосамыз және де 2 қасықтай қант қосамыз. Бәрін жақсылап тұрып, біркелкі массай болғанша араластырамыз. Ал енді үстінен 200 граммдай жылы сүт қосамыз. Оны да бір араластырып аламыз. Осы сұйық массамыздың үстіне бір ас қасық ас қопсытқыш немесе ас содасын қосуға болады. Және де үстінен еленген ұнды қосамыз. Және де бір қалыпты масса болғанша араластырамыз. Біздің массамыз осындай кішкене қатты қою емес, қатты сұйық емес массада болу керек. Табамыздың үстінен кішкене сұйық май қосып, оны қыздырып, өзіміздің оладьиларымызды бір-бір қасықтан осылай саламыз. Ол піскеннен кейін екінші жаққа аударамыз. Видеода көріп тұрғандай оладьилар күшті көтеріліп, әп-әдемі болады. Ал достар, менің рецептім ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып, күшті комментарийлармен қолдап кетіңіздер. Біз бірге қазақша контентті қолдайық. Рахмет. Ал біздің оладьиларымыз дайын болды. Өз қалауларыңызбен, қаймақпен немесе сүйікті джемдарыңызбен бірге жесеңіздер болады. Ас болсын. Баршаларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.